Құрметті менің болашақ мамандығым телеарнасының көрермендері, сіздермен мен Ботақан телестудиясының жүргізушісі Тұма. Менің болашақ мамандығым телеарнасының президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2025 жыл жұмысшы мамандықтар жылы деп жолдауының аясында іске асырылады. Мамандық таңдау адам өміріндегі ең маңызды қадам. Мамандық таңдау бір қарағанда жай нәрсе болып көрінеді. Бірақ та мектеп қабырғасында жүріп, мамандық таңдап дайындалған өте маңызды. Біздің бағдарламамыздың маңызы оқушылардың сүйікті істері мен жаңа бастамаларын зерттеп қана қоймай, мамандық таңдауға көмегімізді беру. Ал ендеше жақын арада Астана қаласында өткен жұмысшы мамандығы фестивалінің қонақтары Кейкі Батыр атындағы нөмірі 4-ші жалпы білім беретін мектептің оқушыларына сөз берейін. Көрмеден алған әсерлері қандай? Бұл көрмеден керемет әсерлер алдым, өйткені ол жерде керекті мәліметті ақпараттар алдым. Сонымен қатар мамандықтар қызықты болды, керемет және әдемі болды. Сол көргеніме өте ризамын. Қандай қадамға алғысы қалатын келеді? Мен болашақта өз еліме пайдасы тиетін, қазіргі таңда сұранысқа ие мамандық иегері болғым келеді. Мысалы, инженерия, мұнайшы мамандықтары, оларды таңдау үшін физика, математика пәнін таңдау қажет. Осы көрме арқылы өздерінің қалаған мамандықтарына шабыт ала алдыңдар ма? Я алдым, маған көрме өте қатты ұнады. Ол жерде мен түрлі роботтарды көріп, олардың мүмкіндіктерін көріп, ол роботтар адамның қолынан жасау келетініне көзім жетті, және робототехника мамандығына саласына баруға деген ойда қалдым. Өте керемет.